Сіздің кәсібіңіз сезонный болса да, тендерде сезонмен сіздің товарыңыз, қызметіңіз сатылмайды. Ешқандай сезонға қатысы байланысы жоқ. Сондықтан да сіздің кәсібіңіз сезонға тікелей байланыста болса, қыстық шығыны жазда сата алмайсыз ғой. Сондықтан да тендер сіздер үшін бұл проблеманы шешудің бірден бір жолы. Себебі сіздер қыстан қалған шиналарды жазда мемлекетке, заказчикке, тапсырыс берушіге сата аласыздар. Сәлем, мен болашақ миллионермін. Бүгін біз қызықты тақырып талқылаймыз. Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы бұл тендерде сезон бола ма? Бұл сұрақты маған жиі қояды. Әр қашанда қояды, барлық адамдарды мазалайтын сол сұрақ. Тендерде сезон бола ма? Қай айда тендермен айналысқан өте пайдалы? Жазда ма? Болмаса күзде ма? Болмаса қыста ма? Болмаса көктемде ме? Қашан? Тендердің сезоны қашан? Мен сіздерге жауап берейін, тендерде сезон жоқ. Тендерде жұмыс 24/7 болып тұрады. Тендерлер еш қашан тоқтамайды. Күнделікті сағат сайын, минут сайын жаңа тендерлер жарияланып тұрады. Қандай да бір сезон жоқ. Жұмыс тоқтамай жүре береді. Тендерлер жариялана береді, жабылып тұрады, заявкалерді беріп тұрасыз. Бұл 24/7. Ешқандай бір демалыс күндері болмаса, жаңағыдай сенбі, жексенбі, суббота, воскресенье жұмыс істемейді деген әңгіме жоқ. Тендерлік алаңдар 24/7 жұмыс істейді. Ал енді сезон бола ма деген бір сұрақты сонда да қояды. Точно сезон болмай ма? Сезон болмайды. Бірақ тендердің өзінің бір қызу айлары болады. Неліктен десеңіз, тендердің қызу айлары бұл октябрь, ноябрь, декабрь. Осы 3 ай бұл тендерлік алаңдардағы ең қызу айлар. Неге десеңіздер, 31 желтоқсанға дейін заказчиктер бюджеттен бөлінген қаражатты игеріп үлгеру керек. Тендерде конкуренция аз. Мәселен, жылдың басында бұлар тендерді ойнатады, бірақ заявка түспесе, заказчик тендерді қайта жариялайды. Содан кейін уақыт өтеді. Оған тендерді өзі ойнатылатын уақыты бар. Ешкім тағы да заявка бермесе, қайтадан жариялайды. Сонда байқасаңыз, октябрь, ноябрь, декабрьде уже мына жылдың басынан қалып қойған тендерлердің барлығын қайта жариялайды. Олардың сатып алу методтарын өзгертіп, уақытын қысқартып, сөйтіп тез-тез жариялап, және заказчик тез-тез қабылдайды. Себебі заказчик бюджетті игеру керек. Сонда товар болсын, қызмет болсын, жұмыс болсын, заказчик поставщиктің тездетіп алып келгенін қалайды, тездетіп оның өзі қабылдап алады заказчик, актқа, накладнойға, қажетті құжаттарға қолдарын қойып, тездетіп бюджетті игеруді көздейді заказчик. Сондықтан да октябрь, ноябрь, декабрь осы 3 ай тендерлік алаңдарда ең қызу айлар. Егер де заказчик бюджет тендер ойнатылмай қалса, бюджет игерілмей қалса, онда келесі жылға бұл заказчикке, бұл тапсырыс берушіге бюджеттен қаражат бөлінбейді. Сондықтан да бұл жерде заказчиктер әр тендердің ойнатылып, әр бюджеттің игерілгенін қалайды. Ешқандай сезон жоқ. Мәселен, кейбір кәсіпкерлер ойлайды, менің бизнесім, мәселен, қалай десем болады, сезонный. Мысал ретінде шинады қарастырайық. Біз дөңгелекті қысқа таман бір ауыстырамыз, содан кейін жазға таман бір ауыстырамыз. Ал тендерде қыстық шинаны мәселен жазда сатып алу мүмкін. Ол сезонға қатысты емес. Сезонный бизнесіңіз болса дағы, тендерде сіздің сезонға байланысты тауарларыңыз, болмаса қызметтеріңіз, болмаса жұмыстарыңыз, ол сезонға ешқандай байланысы жоқ. Өзінің белгіленген планданған айында болмаса күнінде тендер жарияланады. Мәселен, мен жақында көрдім тендерден қар тазалау. Қар тазалау жұмыстарын қазір мінеки сатып алып жатыр. Енді көктем болды, әлі жаз болған жоқ, күз болған жоқ. Қысқа дейін қаншама ай бар, бірақ сатып алу, қарды тазалау, сатып алу жұмыстары, қызметтері дәл қазір сатып алынды. Сіздің кәсібіңіз сезонный болса да, тендерде сезонмен сіздің кәсібіңіз, товарыңыз, қызметіңіз сатылмайды. Ешқандай сезонға қатысы байланысы жоқ. Сондықтан да егер де сіздің кәсібіңіз сезонға
тікелей байланысты болса, мәселен, шиналарды сіз қыстық шинаны жазда сата алмайсыз ғой. Сондықтан да тендер сіздер үшін бұл проблеманы шешудің бірден бір жолы. Себебі сіздер қыстан қалған шиналарды жазда мемлекетке, заказчикке, тапсырыс берушіге сата аласыздар. Сөйтіп сіздің складта орын босайды, қаражат түседі, сіз оған басқа товар сатып аласыз деген сияқты. Әр кәсіпте негізі, егерде бұл видеоны кәсіпкерлер көрсе, басты проблема кәсіпкерлердің бұл остаток, қалдықтар. Қалдықта көп обороттық қаражат сол қалдықта қалады. Қыстан қалған товар, көктемнен қалған товар, күзден қалған товар деген сияқты, Ал бұл жерде қалдықты, оны біріншіден қалдықты бір жерде қою керек, оны бір қойма керек, склад керек деген сияқты, Оған орын керек, оның өзін бір сақтау ережелері бар шығар деген сияқты. Ал тендерде кез келген сезонға байланбай, тәуелді болмай сезонға, сіз өзіңіздің товарыңызды, қызметіңізді болмаса жұмысыңызды сата аласыз. Мінекей осындай, тендерде сезон жоқ. Бірақ ең қызу 3 айы бар. Егерде бұл видео сіздер үшін өте пайдалы болса, онда міндетті түрде өтініш лайк басып, колокольчикті басып, біздің каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Егерде тендерге қатысты бір көкейіңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, ұялмаңыздар. Бұл видеоның астына комментарийге жазыңыз, біз міндетті түрде жауап береміз. Ал егерде сіз тендерге қатысты қосымша консультация алам десеңіз, тегін. Онда біздің WhatsApp-ымызға жазсаңыздар болады, біз сіздерге толық тегін консультацияны беруге дайынбыз. Әрекетке берекет, достар. Әрекеттің түбі нәтиже, нәтиженің түбі береке. Әрекет жасаңыздар, бос отырмаңыздар, әрекетшіл болыңыздар. Ал мен сіздерді келесі видеомда асыға күтем. Кездескенше сау саламатта болыңыздар.